Гигантский трактор собрал казах из Китая. Жанат Лаикович, проживающий в казахском автономном районе Баркол Кумылского района Китая, собрал гигантский трактор мощностью 460 лошадиных сил и представил его в социальной сети. По его словам, трактор, получивший название Барс 4604, отличается необычными возможностями. Несколько лет изучал этот проект. В течение последних 3 месяцев заказывал у заводов детали по чертежам. Затем собрал. Барс – название моей компании. 460 означает лошадиные силы. 4 колеса. Так как мощность большая, он предназначен для вспахивания земли. Внес изменения в механической коробке передачи. Есть еще одна особенность трактора. У него есть 2 руля. Дополнительный руль, который отсутствует у других тракторов. Очень удобен и облегчает работу водителя, говорит Жанат Лаикович. Мынаның астында бір нәрсе бар, бұл жоқ нәрсе. Ең күш алатын жер. Ең күш алатын жерсе, мынау. Бұрын жоқ дейсің. Бұның жаңа әрекет айыру бөлшегі. Осыған сай келетін түрі жоқ. Бұны осыны бір-бірден сиқымасын өзіміз сызып беріп жолдап, ішіндегі тістеріне дейін бір-бірден сызып беріп жолдап жасаттырдық. Құны да жоғары болды. Станокқа жасатқыздық. Жоласын өзіміз жасаттық. Енді моторы, даяр мотор, одан кейін пияншаң. Пияншаң жарым бөлігін өзгерттік. Пияншаң алып, оның жарым бөлігінде ұқсас жаңағыдай өзгерттік. Мынау енді, одан кейін мен мұны бұлай еді. Одан кейін бұның енді көптеген екуаттары бар. Әзірге дейін дүниеге мәселен келмеген. Әуелі шетелдің тракторларында да жоқ, екуаттарда бар. Мынада осы шетелдің тракторында жоқ екуаттарда бар ма? Сондай екуаттар. Мәселен, телефонды біраз. Мәселен мынада 2 рол бар. 2 рол бар. Мынау әдетте барлықтарыңыз білесіздер, әдетте істетілетін рол. Енді мынау қосымша рол болғанмен өте қолайлы. Мынаны істетпейсіздер, тек қана мынамен басына қарай жүре беруге келеді. Бұлай болса бұлай, бұлай болса бұлай. Әліге дейін жоқ. Мәселен осы трактордың құрамдарында осы бір бөлікте өліп, сол жаңа патент құқыққа өтініш етуге болады. Патент құқыққа өтініш етуге болады. Бұл жоқ нәрсе. Одан кейін ерекше қолайлы. Құрылыс машинелеріне, ауыл шаруашылық машинелеріне толықтама чарчап роллер болғаннан басып қана отыра береді. Отыра береді деңіз. Бұны өзін жобалап, өзін жасап. Жарайды. Мұны оқшамайды арты, мұны соқасы. Бұны негізінен осы бұндай ат күші жоғары болғаннан кейін негізінен жер жыртуға арнап. Жер жыртуға арналған. Жабдықтарға көп ат. Жарайды енді. Өте жақсы. Үлкен жаңалық екен, а? Енді өзің бір оталдырып, дауысын естейікші ғана, қараныр халқын көрсін. Ана баланы алып келсе, біраз жүр. Жанат Лайықұлының өзі патенттік құқығымен өзі тапқырлаған әлемдегі ең үлкен трактор, 460 ат күшіндік тракторын көріп, көз айдын болдыңыздар. 2 мың оталады екен, міне. Міне. Жарайды. Онда да 2 мың. Ал енді 2 мың оталғанын көрек, осындай алып дүниенің. Ой, жарайды, міне. Ал. Жарайды. Ал енді жүр. Ал енді өзің шығып айдап көр. Бер қарай жағалап. Ой. Ойбай, ой. Әлемдегі алып трактор майданға келді. Көріп көз айдын болыңыздар. Ай, міне шапалақ ұрып қойыңыздар. Ой, жарайды. Жарайды, міне. Халыққа сыйлағаныңнан сыйлайтының мол болсын, талабың таудай болсын. Ғылым техника бірінші өндіргіш. Ғылым бізді тарықсаңдардан өткізіп, өмірдің шексіз мұхитына бастайтын қайық дейді. Біздің көзімізді ашатын ғылым мен техника. Сол үшін енді өзіңнің осы табысың мәңгі халықтың кәдесіне жарай берсін деген тілек білдірем. Рахмет көпшілікке.
Ага.